Достар, құрамындағы заттардың барлығы қол жетімді бағада болатын. Бірақ адам ағзасы үшін пайдасы орасан зор болып табылатын дәрумен салатын дайындадым. Кей жерлерде қызылша салаты деп те аталынады. Ең алдымен 2 дана қабығы ашылған алманы майдалап, төрпішті қылып кесіп алдым. Осылайша оны ыдысымызға салып, әрі қарай 4 дана қызылшамызды алма секілді формада бірдей қылып төрпішті қылып кесіп алдым. Бұл салаттың адам ағзасы үшін өте маңызы зор. Осы салатты жасап, иммунитеттеріңізді үнемі көтеріп жүріңіздер. Жыл мезгілінің 4 мезгілінде де қолдансаңыздар, жасап жүрсеңіздер, пайдасы орасан зор болып табылады. Әрі қарай ыдысымызға салып, одан әрі анарымызды қосып, жақсылап тұрып араластырып, сарымсағымызды 2 дана, оны да майдалап кесіп алдым. Оны да ыдысыма қостым. Одан соң қалауларыңызға қарай қаймақ немесе майонез қолдансаңыздар болады. Мен майонезді қосып, жақсылап тұрып араластырып алдым. Осымен салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және каналыма тіркелуді, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.